Сүйген жарым жәлеп боп шықты, не істерімді білмеймін. Үйлененімізге 3 жылдан асты. Әйелімнің есімі Әсел, Астанада бір универде оқыдық. Ол мен өмірімде көрген ең сұлу қыз, бір көргенімнен ғашық болдым. Өзі Қостанайдан, қаланың қызы. Бірінші курстан әдемі боянып киініп жүретін. Мендей ауылда өскен қазақы тәрбие көрген жігітке әрине киімі тым ашық көрінетін. Юбкалары тым қысқа, көйлектері фигурасын көрсетіп тырысып тұратын. Кіздің топтың авасындағы қыз сияқты киінетін, соны көріп жазып сұрайыншы деген ой келді. Қазірде солай киіне. Бірақ шыны керек көрсететін нәрсесі баршылық. Ол өткен жерден тоқтап бұрылып қарамайтын жігіт жоқ еді. Талай артынан жүгіретінде. Солардың бірімен болдым. Бірақ маған қайдан қарасын, ауылда өскен қарапайым қара баламын, әкем малшы, қожалығы бар. Достарым да айтатын, қайтесін, солтүстіктің қызы ғой, тесік шығар, артынан біраз нәрсе естідік деп. Ол нәрсені мен де естігем, ауызға алады екен. Сәл ішсе амына ие бола алмайды екен, көп ішсе иесін білмейді, ойыңа келгенін істеуге болады. Тіпті посвящениеден кейін масайып қалған оны 2 жігіт кезектесіпті деген сияқты әңгіме естідім. Әрине ешқайсысына сенбедім, әдемі қыздардың артынан өтірік өсек әрдайым көп тарайды ғой. Қыздан отказ естіген кейбір жігіттер құрастырып бүйттім-сүйттім деп айта салады, содан біреуден біреуге тараған өсек тіптен еселеніп, әркім өз ойын қосып әншейін қарапайым қызды соңғы шлюха етіп жібереді. Менің Әселім ондай болуы мүмкін емес деп ойладым. Сөйтіп жүріп универ бітірдік, ол маған қарамады, жай дос болып қала бердік. Сен керемет досың, сендей жігітке жолықсам ғой деп күйдіретін, 30-ға келгенге дейін үйленбесек екеуміз үйленейік деп әзілдесетін ол. Менің сезімімді біле тұра неге бұлай ойнайды деп ренжитінмін, бірақ ішімде үмітімде болатын, бәлкім расымен де солай болар деп. Бітірген соң ол Алматыға көшіп кетті, мен Астанада қалдым. Уақыт өте келе байланысымыз мүлдем үзілді. Бірақ мен оны мүлдем ұмытқан жоқпын. Махаббатымда басылмады. Қол қусырып отырмайын, 30-ға дейін жағдайымды жасайын, сосын тағы бір тырысып көрермін, тағдырым болса кетпес деп шештім. Содан 7 жыл ішінде еңбекқорлығым мен әкемнің ақшасының арқасында бизнесім дамып жағдайымды жасадым. Қалада бірнеше заведением, 3 үйім бар, астымда Lexus. Өзіме де қарауға ұмытпадым, фитнес, қымбат киім, және 10 жыл қаладағы өмірдің арасында маған қарап бұрынғы ауылдың баласын тану мүмкін емес еді. Сөйтіп оның 30-ға толатын туған күні қарсаңында артынан Алматыға ұшып бардым, гүл алып сюрприз жасап құттықтадым. Ол мені көріп таң қалды, осы жолы маған деген көзқарасы өзгергенін байқадым. Ұзаққа созбай бұрынғы әзілін еске түсіріп үйленуге предложение жасадым. Бірден болмаса да ол келісімін берді. Меннен бақытты адам жоқ. Ең бірінші мені ойландырған нәрсе некеміз қиылған соң алғашқы түнде болды. Әселдің целка салынған боп шықты. Бұл туралы мүлдем ойламаппын, бірақ жарайды, 30 жасқа дейін қалай шыдап жүрсін, бір жігіт алдап қыздығын қойған шығар деп ойладым да қойдым. Одан кейін екінші нәрсе, екеуміз үйленгенімізге 1 жылдығымызды тойлап аздап вино ішкенбіз. Рестораннан келіп үйге кіре бергенімізден үстіме өзі атылып, спальняға дейін әзер жеттік. Бұрын бұндай страстный секс болмайтын. Ол тек қараңғыда арқасына қозғалмай жатып болатынбыз. Минет деген нәрсені тіптен ұсынып көруге ұялатынмын. Ал осы жолы бәрін өз қолына алып, порно актрисалар сияқты жұмыртқамды жалап, түбіне дейін кіргізіп сорып берді. Сігісуі де мүлдем бөлек. Құлағыма неше түрлісін сыбырлады. Бұл жолы біраз шок болдым, таңға дейін ұйықтай алмай жаттым, бірақ жаман ойлардың бәрін қудым, бәлкім сол қыздығын алған жігіті үйреткен шығар деп. Қызғаныштан күйіп барам, сонда менімен 1 жыл ұялып арқасына жатып береді екен, минет жасамайды екен, ал бұрынғы жігітін бір іші разряд жәлептер сияқты обслуживать еткен деп. Күнде осы ой басымнан кетпей қойды. Бывшие Әселді барлық позаларда сіккенін, аузына беріп ұрығын ағызғанын көзіме елестете беремін. Бұны ойлап жыным қайнайды, қызғаныштан өртеніп барам. Бірақ бара-бара қызғаныштан басқа да бір сезімнің бар екенін байқадым. Ойлап жатып қотағым тұрып кететінін байқадым. Ал бара-бара осы бейнелердің елестетейі қотағым тұрмайтын болды.